Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге кезекті PowerPoint-та жасалған бір ойынды көрсетемін. Бұл ойынның атауы роботтар әлемі деп аталады. Жалпы бұл ойын информатика сабағына жақсы келеді. Одан басқа да кез келген өзіңіздің пәніңіз бойынша қолдансаңыз болады. Ашық сабаққа іс-шара болсын сондай. Енді бұл жерде шаблонда қандай не бар, қазір айтып түсіндіремін. 14 слайдтан тұрады. Жалпы сұрақ саны 12 болады. 12 сұрақ жазуға болады бұл шаблонда. Мына жерде сұрақты жазыңыз деген жерге сұрағын жазасыздар. Есеп жазса да болады. Копирайт стат етіп қойсаңыздар да болады. Сосын мына жерде жауабы. Яғни сол сұрақтың жауабын жазып қоясыздар. Сосын мына жерде қосымша суреттер қосуға болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша суреттер қойсаңыздар болады. Мынаны былай төмен қойып, мына жерге суреттерді қойсаңыздар болады. Енді сұрақтарын жазып, жауабын жазып, дайындап болғаннан кейін ашып қолданамыз. Енді мен ашып көрсетейін. Главныйдан тұрады. Показ слайдов сначала. Ойынымыз осылай басталады. Жалпы осындай дауысы бар өзінің фонында. Бастау деген батырма арқылы бастаймыз. Мына жерде мынау бізде ұяшықтар. Яғни мысалы 26 таңдаймыз. Осындай болып шығады. Одан кейін жауабы дегенге басамыз. Тексеру, яғни тексеріңізде дұрыс па қате ме соны тексеру ғой. Одан кейін басқа басамыз. Мына жерде таңдалған не жауап келеді. Не үшін мына жерде 6, мына жерде 6 бөлек тұр. Өйткені мысалы екі топты жарыстыратын болсаңыздар, болмаса ұлдар және қыздар арасында сайыс болса, осындай ыңғайлы болады деп осылай екіге бөліп қойдым. Барлық шаблондар істейді. Барлық ұяшықтар істейді. Міне ашылған ұяшық жоғалып кетіп отырады. Бұл жерде қиын ештеңе жоқ, түсінбейтін. Барлығы дайын. Соңында аяқтау деген батырма арқылы ойынды аяқтаймыз. Міне, барлығы істеп тұр. Сұрағыңызды жазып қолдана бересіз. Жалпы осы ойын керек болса, маған комментарий арқылы өтіп жазсаңыздар, сол жерде толығырақ айтамын.